міне осы болады. Кейін негізінен көп біз бағдарламаны да көрсеткенбіз. Қалай естіле ма? Енді жақсы естілді. Болды, керемет. Ғани, Жасаралыға жақсы көрініп тұр ма? Иә, бәрі жақсы көрініп тұр. Болды, онда тікелей эфиріміз бастаймыз. Қазір бір секунд. Ассалаумалейкум, Жасаралыға, қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Рахмет. Қалай, бәрі жақсы ма? Жаман емес қазір. Құдайға шүкір. Құдайға шүкір. Сонымен құрметті отандастар, қазақ халқы, баршаңызға сәлем. Ассалаумалейкум қазақ елі. Сонымен біз қазір бірнеше секундтан кейін Қазақстанның танымал саясаткері Жасарал ағамен, Жасарал Шалинмен бірге тікелей сұхбат эфирде боламыз. Сонымен құрметті отандастар, ағайындар, менде 16 сұрақ бар. Сол сұрақты қоятын болам, олар негізі өте көп. Ол бір. Екіншіден, менің ойымша, осы сұхбаттың ортасында аудиториядан сұрақ қоюға болады. Мен ол сұрақтардың кейбірлерін оқитын болам Жасарал ағаға. Сонымен Жасарал аға, менде сұрақтар дайын. Егер қарсы болмасаңыз, онда бастайық. Жасарал аға естіліп тұр ма? Естілмей қалып бар. Естілмей қалып тұр ма? Иә, естілмей тұр. Үзіліп кетті. Интернет онда менің ойымша. Қазір естіледі, бірақ әлі де нашарлау. Помеха бар. Помеха. Мен онда сұрағымды бірнеше рет қайталайтын болам, мүмкін естілетін болады. Жақсы ма? Қалай қыламыз? Сонымен мен сұрақтарды бастайын. Сонымен Жасарал аға, менде сізге бірінші сұрағым бар. Сіздің ойыңызша елге пайда әкелген сіздің 3 ең басты іс-әрекетіңіз, жетістігіңіз. Қайталап жіберсең, өйткені дұрыс естілмеді. Болды, иә, жақсы, мен қайталайтын болам. Жасарал аға, сонымен менде бірінші сұрақ сізге. Сіздің ойыңызша елге пайда әкелген сіздің 3 ең басты іс-әрекетіңіз, жетістігіңіз. Менің бе? Билікке сіз әкелген ең бірінші пайда жетістігіңіз дейді. Билікке әкелген. Мені ме? Иә, сіз. Оны қалай көру? Сіз әрекетіңіз дейді. Қайталап жүр десеңші? Жоқ, енді мен билікке әзір келген жоқпын ғой. Әкелген дейді. Жалпы, ол сұрақ жалпы билікте емес, жалпы халыққа ма, осындай қандай сізде бір пайда, басты 3 жетістігіңіз айтуыңызға болады. Ондай сұрақтар көбінесе интервьюде қояды, жұмысқа алған кезде, бірақ мен ондай сұрақты сізге қойып жатырмын. Сіз жалпы үлкен кісісіз, қандай сондай бір нәтиже сіз айта аласыз? Өзіңіздің жұмысыңыздан, іс-әрекетіңізден. Жақсы, енді бұл сұраққа менің берер жауабым, мен сонау жас кезімнен саясатқа араласа бастадым ғой. Сонда өзімнің алдыма қойған мақсатым, ол кеңес заманында ғой. Сондықтан сол кезде біздер армандайтынбыз, Қазақстан тәуелсіздікке жетсе де. Соған сәйкес әртүрлі әрекеттер жасап жүрдік. Мен енді диссиденттердің шаруаларын араластым сол кездегі. Әлгі тыйым салынған әдебиеттерді жасырынып жүріп оқитынбыз студент кезімнен. Солженицынды, Шаламовты, тағы басқалардың о кездегі баспаханада емес, жабайы шыққан кітаптар бар ғой.
Иә. Мхм. Соларды негізінен бізді бірге оқыған бір еврей жолдасымыз болды, Цильман деген. Соның үйіне жиналатынбыз. Сонда оқып, сосын пікір алысып, сол кезден бастап мына кеңес үкіметіне деген көзқарасымыз қалыптасып, соған наразылық қалыптасып, сөйтіп қалыптастық өзіміз. Одан кейін енді мына ең басты уақиға ол әрине 86 жыл. 86 жыл. Оған дейін мен жоғары оқу орнында сабақ беріп жүрдім. Сонда өзімнің студенттеріме лекцияларымда осы саясатты айтатынмын. Түсіндіріп айтатынмын. Әсіресе отаршылдық жағдайына байланысты. Мынау қазақтың ашаршылығы жөнінде. Өйткені оларды іздеп жүріп, өзім тауып алып, бұл жағынан да білім жинағанмын. Сонда менің жаңағы аудиторияда студенттерге осыны айтқанымда, бізде олардың құлақтары тыңшылар отырады студенттердің арасында. Солар айтып барады. Ректорге айтты, осылай Қуанышалин басқа әңгіме айтып жатыр деген сияқты. Мені шақырып, сондай нелер болды. Содан 86 жыл келді. 86-да мен бастапқыда студенттермен бірге алаңда болдым. Одан кейін бірақ та әлгі аласапыран басталмай тұрып, мен өзім газеттің ол кезде редактормын. Сол кетіп қалғанмын. Одан кейін болды бүкіл әлгі күш қолдану тағы басқа әрекеттер. Сосын мен сол кезде мынау енді бұрынғы не ғой енді органдар, солардың назарына іліктім. Сол менен жауап алды. Сондай жағдайлар болды. Одан кейін мен біраз жыл сабақ бердім де, 14 жыл сабақ бердім. Сосын бір жола саясатқа ауыстым. Әсіресе мынау 91 жылы. 91 жылы осы Алматының ортасында аштық жариялап, о кездегі одақты шартқа қол қою жөнінде әрекет жүріп жатты ғой. Соның уақыты белгіленді тамыздың 21-іне. Соған қарсы шығып отыру Алматының ортасында 14 тамызда қол қойдырмау жөнінде федерация емес, конфедерация деген талаппенен отырдым. Мына ЦУМның жанында, алаңда. Киіз үй тігіп қойып сонда. Ол 14-і, 19-на ГКЧП болды. ТЖМК. Иә. Төтенше жағдайлар бойынша комитет қой. Сөйтіп, шын мәнінде осы процестен тәуелсіздікті алу жағдай басталды ғой. Сосын соның нәтижесінде мен барып парламентте сөз сөйледім. Парламентте сөйлеп, жаңағы өзімнің талабымды айтып, сол кезде Назарбаев отырған, Асанбаев болды марқұм, парламенттің төрағасы. Сол менің сөзім 15 минут сөз болды. 2 күннен кейін Мәскеуде халық депутаттарының съезі, сонда Назарбаев сөйлеп, жаңағы менің айтқан федерация емес, конфедерация деген идеяны айтып, рас ұпай жинап алды. Сосын бірақ та тап осы кезде Назарбаевтың, Горбачевтың ыңғайыменен жүргені белгілі. Кейде алдына түсіп алып шапқылап, одақты сақтау жөнінде, одақ сақтауымыз керек. Біздер керісінше, бұл одақ егер сақталатын болса осы қалпында, онда біз бұрынғы отаршылық жағдайдан құтыла деген сондай неме жүрдік. Енді бұның барлығын айта берсе, ол ұзақ әңгіме әрине. Өте көп. Одан бергі уақытта сосын мен парламентте депутат болдым, сол парламентте жүріп, біраз мәселелер көтердік. Осы жағынан, желтоқсан мәселесі, тіл мәселесі тағы басқа. Одан соң мен азат қозғалысын басқардым.
азат қозғалысы ол кезде өте беделді халықтың алдында үлкен шаруалар жасап жүрген қозғалыс болатын. Жалғасып жатыр ма бәрі? Одан соң енді жағдай қалай болғаны белгілі ғой. Назарбаев саясатқа келді. Міне сол Назарбаев саясатқа басшылыққа келген соң Қазақстанға. Сол кезден бастап мен оны сынай бастадым. Өйткені көрініп тұрды. Енді халық қуанып атты ғой, бөркін аспанға атып. Ой, қазақ келді, жақсы болды деп. Шын мәнінде сол кезде Назарбаевтың сондай мінездері көрініп тұратын. Сонымен 91 жылы мақала жазып көрсеттім Назарбаевтың шын мәнінде кім екенін. Сонда ескерткенмін. Назарбаев әрі қарай осылай жалғастыратын болса, түбінде бұл Қазақстанды оңдырмайды деп. Ол 91 жылы. Міне содан бері жалғасып келе жатыр осы күрес. Оның барлығын айтса, ол енді тіпті ұзақ әңгіме болып келеді. Осындай жолменен келе жатырған жағдайым бар. Мен енді өзім ұлтшыл демократпын. Қалыптасқан сол содан ауытқымай келе жатырмын саясатта. Түсінікті. Аға, менде сізге келесі сұрақ бар. Осы қысқаша менің айтым. Менде сізге келесі сұрақ бар. Жасаралыға, сіз Назарбаев туралы айтып кетсеңіз, ол кісі қандай оқу бітірді, жұмыс тәжірибесі қандай, және қалай билікке келді, сол туралы айтып кетсеңіз. Назарбаевтың. Назарбаев енді ол жөнінде менің пікірім айқын, баяғыдан жазып келе жатырмын. Жаңағы айтқан 92 жылы Азат газетінде менің 40 бет мақалам шыққан. Қазақстан үш құбыжық шеңгелінде деген Назарбаевтың саясатына талдау. Сол кезде айтқанмын, оның іс әрекеттерін сараптап, көрсетіп, және ең аяғында мен Назарбаевқа сенбеймін, сондықтан оған ешқандай үміт артпаймын деген сөзім болған. 92 жыл. Соның жаңағы мақаламды оқыған азаматтар, өзімнің қасымда жүрген әріптестерім, солардың өзі айтқан. Жакетім қатты кеткен жоқсың ба, Назарбаев табонда емес сияқты ғой деп. Көресіңдер, уақыт көрсетіп сонда айтқам. Ақыр артынан бәрінде көз жетті ғой. Назарбаевтың енді не себептен маған ұнамағаны, ең алдымен оның жаңағы барлығы тәуелсіздік үшін Қазақстанның болсын, басқа республикалар болсын, барлығы да қалай бостандыққа шығамыз деп атқан кезде, оның керісінше соған қарсы жүргені. Өйткені Горбачев, Кремль оған уәде берді ғой. Егер одақ сақталатын болса, сен премьер-министр боласың деп. Міне сол өзінің мансабы үшін, қызмет үшін ол сатып кетті бәрін сол кезде. Сол дайын болды. Сол үшін одақты сақтап, Кремльге қызмет етуге. Сол кезде мен жазғанмын оны да. Міне Назарбаев қазір білдіріп жүр, Горбачевпен бірге одақ сақтаймын деп жүр деп. Одан кейін Колбин кеткесін белгілі ғой. Назарбаевты тағайындады Кремль. Қонаевты орнынан алған кезде, мысалға, мен өзім Қонаевты жақтадым. Өйткені ол Кремль тағайындаған кеңес заманының қайраткері болса да, ол өте адал адам еді, парасатты адам болады. Нағыз қазаққа жаны ашитын, шын адал басшы болды. Назарбаевтың сол кездегі жаңағыдай әрекеттері көрсетіп отырды, ол Қонаевтай болмайтын. Ол бізге зиян келтіретін. Сонда Назарбаев қалай Дінмұхамед Қонаевты алмастырды билікте? Не істеу арқылы? Назарбаев Қонаевты сынағаны белгілі ғой. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің пленумында Назарбаев шығып, Қонаевтың көзінше оны сынады. Сөйтіп батыр болған ол. Оның құпиясы белгілі, қалай ойып шыққан. Назарбаев өз шын мәнінде қорқақ еді. Оған Горбачев рұқсат берді. Айтты сына деп. Ешқандай тартынба, тайынба деп. Сөйтіп Назарбаев шығып, сынап, шын мәнінде Қонаевты сатып кетті. Өйткені Қонаев оны өзі көтерді ғой, қолдады кезінде. Сөйтіп ұпай жинады Назарбаев. Ал егер мысалға Горбачевтан сол кезде Назарбаев не деп айтты Дінахмет Қонаев жайлы? Не деп сынады дейсің бе? Не деп айтты? Қонаевты ма? Жаңағы
ең басты айтқаны ұзақ отырған болмайды билікте деп. Енді кеңес заманында басшылар ұзақ отыратын еді ғой, ол деген сол кездегі дәстүр ғой. Ұзақ отырған болмайды, адам бұзылып кетеді деп сонда айтқан болатын сөзінде. Сосын мына экономикада, тағы басқа салада қателіктер көп болып жатыр, анау мынау деген әңгімелер айтты. Сол әңгімесінің негізінде ол өзін жоғып кетті. Кейін білеміз ғой, Назарбаевтың өзі мінекей 30 жыл отыр, баяғыда Қонаевты сынаған ұзақ отырды деп. Ал қазір кеңес заманы кеткен кезде, жаңа заманда, 21-ші ғасырда Назарбаевтың өзі ешкімге билікті бермей, заңсыз басып алған билікті ұстап, айырылмай 30 жыл отырды, қазірге дейін отыр. Қазір Назарбаев кетті деп есептелгенмен ешқайда кеткен жоқ, оны жұрттың бәрі біледі. Ол қазір анау қауіпсіздік кеңесінің төрағасы ретінде өзіне бүкіл өкілеттер алып алған, орнына қуыршақ Тоқаевты қойып басқарып отыр ғой. Міне Назарбаевтың шын ұсқыны сол кезден бойына сіңірген кеңес замандағы тоталитарлық, диктаторлық мінез құлықтан арылған жоқ. Бұл өзі Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы шапанын президент шапанына ауысып кигенменен бұның болмысы өзгерген жоқ. Диктатор басшы. Жасаралыға сізден сұрақ. Білуімше, нақтылайтын бір сұрақ. Білуімше, Назарбаев тек қана ПТУ-ды оқып бітірген. Назарбаевта жоғары оқу орны жоқ, жоғарғы оқу білімі жоқ. Ол жағы дұрыс па? Жасаралыға сұрайын дедім сізден. Назарбаев тек қана орта білімі ғана бар, жоғары оқу білімі жоқ. Сол осы ақпарат шын ба, шын емес па? Әрине. Бұны енді халық бекерге ПТУшник демейді ғой. Бұның бітірген оқуы. Айта берін саға, айта берін. Солай. Әрине. Бұны енді халық бекерге ПТУшник демейді ғой. Бұның бітірген оқуы. Екінші телефонды өшіріп тастасаңыз жақсы болады екен. Енді білім жағына келетін болсақ, Назарбаев сол кезде билікке келгенде, мысалға біздер өзім гуманитариймін ғой. Деңгейі сол ПТУ деңгейінде болатын. Оның бітірген жоғарғы оқу орны ол ВПШ, высшая партийная школа. Ол қандай білім береді? Назарбаев шын мәнінде ол өзі өте бейімделгіш алаяқ адам. Алаяқ, оны жасырудың қажеті жоқ. Сол кездерде біз айтқанбыз, бұның шын әркімге сол сеніміне кіріп, сосын сол арқылы өзіне жол ашқан, Қонаевқа жағынып, оған әке деп, оның әйелін шешем деп, өкіл балаңмын деп, сөйтіп сеніміне кіріп, артынан сатып кеткен бәрі көрініп тұр. Жалпы билікке келгенде Назарбаев осындай жолмен келді. Қулықпен, сұмдықпенен, әртүрлі алаяқтықпенен, қашанда өзінің пайдасын ойлап, қашанда сол жолын ашу үшін керектесе адамдарды сатып жіберіп сөйтіп келді. Ол жөнінде мен жаздым да, айттым да, менің ютубта сұхбаттарым бар. Назарбаев пен Қонаевтың екеуін салыстырып айтқан сұхбатым бар сонда. Келесі бір сұрақ бар. 86 жылғы қанды оқиға. Кім? Ғалым Ағилеуов алған сұхбат. Сонда біраз әңгімені мен айттым. Енді оны қайталап жаттым. Назарбаевтың өзінің шын мәнінде еш уақытта да біздің еліміздің, халқымыздың, ұлтымыздың жағдайын ойламағаны ол айқын нәрсе. Білімше сіздерде техникалық ақаулар бар. Қазір сұрақ қой.
сұрағыңыз қоя беріңіз. Ғани, сұрағыңды қоя бер. Жақсы, аға, менде сұрақ. Мынау енді байланыс нашар болған әрине қиындау болып тұр, дегенмен жалғастыра берейік. Жақсы. Менде сұрақ 86 жылғы қанды оқиға қалай және неліктен басталды? Және кім жастарымыздың қанын пайдасын көрді? Өте жақсы сұрақ. 86 жылғы желтоқсанда мына қазіргі тарихта айтылып жүрген жалпы ресми биліктің басқа да мағлұмат көздерінің айтуынша Кремльдің Қонаевты алып тастап, соның басшы болуы деп айтады. Шеттен адам жіберген себеп болды деп. Ал шын мәнінде 86 жылдың басты себебі болуының ол Кремльдің 85 жылы Горбачев билікке келгесін апрель пленумынан кейін құрған. Олар мына Қазақстанның сол кездегі жағдайды пайдаланып, Қазақстанның батысы деген сөз, ол Қазақстанның қоймасы деуге болады. Соны Ресейге қосып алу жоспары болды. Сол кезде Горбачев Қонаевтың алдына ортақ экономикалық аймақ құрайық. Оның орталығы Орынбор болсын. Құрамына 3 облыс кірсін. Біреуі Орынбор облысы, ол кездегі Гурьев облысы, үшіншісі Орал облысы, Қазақстаннан 2 облыс. Солардың басын қосып біріктіріп, ортақ экономик аудан құрайық деп. Мұнай газды игеру үшін Қазақстанның өзінің күші жеткілікті деп жаңағыдай қойған. Бірақ бұны Қонаев бұған көнбеді. Өйткені ол түсінде оның ар жағда не бәле тұрған. Кезінде сол Орынбор облысын қосып алған жоқ па, Қазақстаннан тартып алып? Орынбор біздің астанамыз болды. Қазір Ресейдің құрамында. Сондықтан ендігі мақсат олардың мына Гурьев пен ол кездегі Орал облысын тағы да Ресейге қосып алу екен түсінді Қонаев. Содан кейін ол оған көнбеді. Олайды айтқан, бұлай айтқанда ешқайсына көнбей, сосын бұған көздер жетпесін, Қонаевтың көнбейтін білгесін, политбюро басқаша шешім қабылдап, осы мынау үлкен жиын кеңес өткізді. Оған Кремльден сол кездегі президент Соломенцев бар, кезінде Қазақстан басқарғандардың ішінде болған. Солар біз жақтан барған Қонаев пен Назарбаев. Назарбаев бұл кезде қазірше премьер-министр ғой Қазақстан. Сол барған кезде бұлар Қонаевтың көнбейтін біліп, Назарбаев айтқан. Сіз қалай қарайсыз? Сонда Назарбаев айтқан, Қонаевты қарсы екенін біліп отыр. Меніңше одақтың ортақ мүддесі үшін көну керек, келісу керек деп. Міне сол кезде Қонаев түсінген Назарбаевтың кім екенін, сатып отыр ғой. Сосын Қонаев ол өте парасатты да, мәдениетті да, еш уақытта қатты сөйлемеген, әсіресе боқтап сөйлеу деген онда болмаған. Сол кезде жаңағы Назарбаевтың мынандай мінезіне шыдамай кетіп, барлық орысша сөйлесіп отыр. Ол айтқан, бала көтімді қысып отыр деген жаңағы Назарбаев. Ол сөздің ұяты жоқ, солай деп айтқан. Содан Назарбаев боп-боз болып отыра кеткен. Сол кезде Қонаев түсінген Назарбаевтың сатқын екенін. Кімді де болса, қалай да болса сатып жіберуге өзінің жеке басының қамы үшін, мүддесі үшін сондай оңбаған адам екенін түсінгесін. Содан кейін Қонаев бұрын өзінің орнына оны дайындаған рас, ал осыдан кейін одан бас тартты. Сода Кремль жаңағы жағдайда сұраған ғой Қонаевтан. Ыңғайлы кім бар мынау Қазақстан басқаруға деп. Сіз жасыңыз келді, анау-мынау деген әңгіме айтқан ғой. Сонда ол Қонаев білген, олардың Назарбаевты қойғысы келіп отырған. Сосын әдейі айтқан,
жоқ, бұнда әзір ондай кадр жоқ деп. Ол есебі Қонаевтың. Егер Назарбаевты қойса белгілі, онда құриды ғой бәрі. Одан да өздері білетін біреуді қойсын, ал оның Қазақстанға өтуі қиын болады деген есеппенен. Шында да солай болды ғой. Олар Колбинді жіберді, а Колбинді шеттен келген шірегей ретінде қабылдаған жоқ халық. Сол Қонаевтың есебі дұрыс болды. Сол кезден-ақ Назарбаевтың беті ашылған болатын, оның кім екені. Міне, одан кейінгі 30 жыл көрсетті. Шын мәнінде Назарбаевтың қашанда жаңа мен айтқанымдай халықтың, елдің мүддесі емес, мемлекеттің мүддесі емес, өзінің жеке басының айналасының мүддесін ойлап, сосын шетелдегі сыбайластарының мүддесін ойлап, осындай сатқындық саясат жүргізгендігі. Бұл жөнінде мен талай өзімнің мақалаларымды жаздым, анау нелерде шықты, ютубта айтқандарым. Тек қана білімсіз емес, ол сонымен қатар өзінің адами тұрғыда мынандай нашарлығын көрсетті. Бұны енді халық жоңғар деп бекер айтпайды ғой. Жоңғар деп айтатын себебі, ол ең алдымен өзінің елін, халқын сататын адам, жоңғари саясат жүргізетін адам болуы деген тұрғыда. Түсінікті шығар. Келесі сұрақ бар. Келесі сұрақ. 86 жылғы қандай оқиғамен жаңа өзен оқиғасында ұқсастық бар ма? Соның дирижері кім болды? Кім және қандай пайда тапты сол қаннан? 86 жылғы қандай оқиғамен жаңа өзен оқиғасында ұқсастық бар ма? Соның дирижері кім болды? Кім және қандай пайда тапты сол қаннан? Желтоқсан оқиғасы жөнінде әңгімені аяқтайтын болсақ, ол шынымен де бейбіт партиясы болған, және бір өзі болатын. Ол сөйтіп ұйымдастырсам, ол кезде анау демократия, сөз бостандығы, жариялылық деп айтылады ғой. Соның арқасында мына алаңға келген жастар бір шамал уақыт тұрса, Колбинді қайтадан алып кетіп, мен өзім тағайындайды деген есеппенен жасаған болатын. Бірақ ол есеп болмай қалды. Кремль бұрынғы өзінің ескі әдетіменен дөкір күшке жүгініп қан төкті ғой. Жастарды әр жақтан жинаған әскердің күшімен кезіп, жаншып басты. Сөйтіп, бұл желтоқсан көтеріліске айналып кетті. Бейбіт шеру өздері көтеріліске айналдырып жіберді. Сол сияқты мұны Жаңаөзенде ұқсастық бар. Өйткені желтоқсанға да, Жаңаөзенге де ең алдымен кінәлі Назарбаев. Сол кездегі премьер-министр желтоқсан Қонаев биліктен кеткен кезде тағы өз мүддесін біріншіден жастардың обалына алды, қан жүктеді мойнына. Ал сосын жаңағы болмай қалғаннан кейін Кремльдің өзінің саясатына сәйкес сол жастарды езіп жаншуға қатысты. Демек, ол өзі қылмыс жасады. Бұл шын мәнінде бұл тарихтан еш уақытта өшпейтін, ешқашан кешірілмейтін үлкен қылмыс. Егер сонда алаңға шыққан адамдар, олар кімдер? Олар еңбекшілер, мұнайшылар. Олар билікті құлатамыз деген жоқ. Басқаша саяси талап қойған жоқ, қана жалақыны көтеру, еңбек талабы болады. Ал сол кезде Назарбаев өзі жеке дара Қазақстанды билеп отырған адам 7 ай бойы жаңаөзендіктердің талабына құлақ аспай, оны керек қылмай 7 ай бойы қаңтарып қойды. Масқара ғой, 7 ай деген қаншама уақыт. Ал сол уақыттың ішінде мұнайшылар еш уақытта ешқандай тәртіп бұзған жоқ. Олар заң бойынша тірлік әрекет етті. Керісінше билік оларға қатысты қылмыстар жасады. Көсемдерінің біреуін қызын өлтірді. Сосын қаншама мұнайшыларды мына органның адамдары ұстап алып кетіп, қаланың сыртына шығарып, өлімші етіп сабап,
сондай масқара жағдайлар болды. Сөйтіп қорқытып, үркітіп тоқтатамыз деген есебі шықпағаннан кейін ойлап тапқандары өз адамдарының, орган адамдарының арандатулары арқылы мұнайшыларды ұйымдастырды ғой. 16 желтоқсан күнгі қанды қырғынды. Мұнайшылар жаңағы анау айналасындағы дүкен басқаларды тонады, қиратты деп, оны жасаған орган адамдары болатын өздері. Сосын полицияға қол жұмсады деген тағы басқа айыптар тағып, ақыр аяғында соған арнайы жан-жақтан алып келген әскердің күшіменен, полицияның күшіменен оқ жаудырып, бейкүнә қорғансыз адамдарды адамның болғаны белгісіз. Биліктің ресми мәліметі бойынша 16 адам. Шын мәнінде сол мәселені зерттеген кейбір журналистердің мәліметі бойынша кем дегенде 72 адам қаза болған. Олардың барлығы жасырын қалды. Оның барлығын ұйымдастырған Назарбаевтың өзі. Егер ол бұйрық бермесе, ешқандай генерал Қасымов та басқасы қызметте жүрген адам өз бетімен ондай әрекет жасаса, олардың барлығы жазаланар еді. Ал олардың сөйтіп еркін қимылдау себебі Назарбаевтан рұқсат алды, бұйрық алды. Аямаңдар, атыңдар деп. Апа генерал, сол кездегі біздің министріміз ішкі істер. Керек болса біз аға, менде соған байланысты нақтылайтын бір сұрақ. Жаңаөзен қанды оқиғасының сценарийі қалай болды? Сыртқы күштердің арандатылуы әсері болды ма? Сыртқы елдер әсер етті ма осындай Жаңаөзен оқиғасы пайда болуы? Түсінікті. Жаңаөзен оқиғасы жалпы ең алдыменен айттым ғой, еңбек ереуілінен. Бейбіт заң бойынша ешқандай ауытқымаған дұрыс әрекетінен басталды ғой. Мұнайшылардың талаптарын қарап, сосын дұрыс талап па, дұрыс емес талап па, сол негізде шешім қабылдау керек еді үкімет. Олар істенбай 7 ай бойы айттым ғой, ұстап отырды. Ақыр аяғанандай қылып. Ал енді сыртқы істердің мұнайшылардың ол әрекетіне ешқандай әсері болған жоқ. Олар өздері еңбек адамдар ретінде өз талаптарын қойып өздері шықты. Ал артынан өзіміз білеміз, мұнайлап оның басшысы Владимир Козловты соттап жіберген жоқ. 7,5 жылға соттады. Сол ұйымдастырды деп, Жаңаөзен оқиғасын. Сосын Алға партиясын экстремист. Ал шын мәнінде олардың ондай әрекеті болған жоқ. Ол партия ұйымдастырған жоқ ештеңені. Тек ондағы мұнайшылардың әлгі ереуілі басталған соң, олардың өкілдері келді. Мен білем, Алға партиясының сол кезде жұмысына мен тікелей араласып жүрдім. Соны өз көзіммен көрдім, естідім құлағыммен. Жаңаөзеннен келген мұнайшылар Алға партиясы өте беделді болатын. Халықтың арасында жұмыс істеп жүрген партия, мықты партия болатын. Өтініш айтты, бізге мынау заңдық тұрғыдан көмек берсеңдер деп. Жаңағы олардың талаптарын айтып таратуға, сосын қажет болған жағдайда өздерінің өкілдерін соттан басқадан қорғап қалу үшін оған Алға партиясы көмектесті. Сол кезде құрылған халық майданы деген болды осы Алматыда. Соның өкілдері барып жаңағы осыдан кейін, олар өздері көмек сұрағаннан кейін. Болмаса ең басынан Жаңаөзендегі уақиғаны Алға да, Козлов та, басқалар да бұл жақтан оппозиция өкілдері ұйымдастырған жоқ. Кейін сот болғанда білеміз, оның барлығын осы Алға менен оппозиция өкілдері ұйымдастырған қылып шығарды сотта. Мен Ақтауда болдым ғой, бастан аяқ сол сотта. Барлығы өтірік, жала жапқан жағдай. Шын мәнінде
ең бірінші кінәлі ол қайталап айтам Назарбаев және оның үкіметі. Өйткені бейбіт жолменен әлгі мәселені оп-оңай шешілетін мәселе. Талабы дұрыс болса, жалақыны көтеру керек болса, көтеру керек. Болмаса басқаша өзі түсіндірсін, үкімет болсын. Олар оны істеген жоқ. Олар алдыда әлгіні жасады. Содан кейін Назарбаевтың айтқан сөзі бар ғой. Мұнайшылардың талаптары заңды екен деп шықты ғой. Оларды соттау жөнінде нұсқау берді ол. Сөйтіп сот болды, мұнайшыларды соттады ғой. Сөйтіп қаншама адамды нақақ түрмеге отырғызды. Онда мына сөзінің тиянағы жоқ Назарбаевтың. Біресе мұнайшылардың талабы заңды. Міне оның бүкіл болмысы 200-лік. Түсінікті. Аға, сонымен келесі сұрақ. Рашат Алиевтің өлімі, Алтынбек Сәрсенбаевтың, Заманбек Нұрқадиловтың өлімдеріне кім кінәлі және олардың өлімі кімге пайдалы? Бірінші енді Рахат Алиев. Енді ол Назарбаевтың былайша айтқанда номер бірінші күйеу баласы болғаны белгілі ғой. Рахат Алиев өзі ол дәрігер. Әкесі атақты академик дәрігер Мұхтар Алиев. Егер ол сол өзінің мамандығымен жүрген болса, еш уақытта Рахат Алиев мәселесі проблемасы тумас еді. Ал неге Рахат Алиев мәселесі туды? Өйткені оны өзінің күйеу баласы ретінде Назарбаев басқа мақсаттарға пайдаланды. Оны алдыда мынау күштік құрылымдардың құрамына, ОХК-нің, Мүшәріптің кіргізіп, сол өзінің жақын адамы ретінде өз мақсатына пайдалану үшін оның өзі Рахат Алиевті сондай жағдайға жеткізген. Сөйтіп бүлдірген шын мәнінде. Рахат Алиевтің ниетін бұзған адам Назарбаев. Сөйтіп жүріп, сосын өзіміз білеміз, арасында кикілжің туды. Рахат Алиевтің мына билікке таласы бар екені байқалды. Ал Назарбаевтың ең осал жері, ол онымен біреу билікке таласатын болса, ол ең қауіпті жау ол үшін. Билік Назарбаевтың ең осы арманы мүддесі сол билік қой. Бұл кәдімгі мынау маньяк сияқты билікке әбден берілген адам. Ең құнды нәрсе билік ол үшін. Сол үшін өмір сүрді. Сол қанша адамдар жаңағыдай мінекей Назарбаев пайдаланған органдардың қолынан қаза болды. Сол Заманбек, Алтынбектер. Заманбек қызметте болды, жоғары қызметтерде болды. Назарбаевтың қасында жүрді. Кезінде мысалға мен болған парламентті, соның алдында болған Әбделдиннің парламентін таратуға мысалға Назарбаев Заманбекті пайдаланды. Заманбек сол парламент таратуға жұмыс істеді. Кейін артынан мойындады ғой ол сондай тірлік жасаған. Сөйтіп, оларды да ол пайдаланды. Сосын Алтынбекпенен мен 18 жыл араласқан адаммын. Екеуміздің арамызда бірталай жас айырмашылығы бар. Мен мүшел жас үлкен. Бірақ соған қарамастан екеуміз өте жақын араластық. Сыйласатынбыз. Мен өзімнің Алтынбек қаза болғаннан кейін жазған ол жөніндегі естелігімде айттым. Менің мақалам шықты. Наш Алтынбек деген подстреленный, словно птица на взлете деген. Сол мақаламда мен көп нәрсені айттым. Ал Назарбаевты қатты сыйлайтын, оған сенетін, құлай сенетін. Оның бір үлкен негізгі идеологтарының бірі болды ғой Алтынбек. Егер біріншісі демесек, сол ең мықты идеологтардың бірі болды. Оған көмекпен екеуміз сөйлесіп жүретінбіз. Мен онда оппозициядамын,
парламентте жүрдім. Алтынбек министр болды. Сонда екеуміз айтысатынбыз. Ол Назарбаевты қорғайтын. Кәдімгі быт-шыт болып, қып-қызыл болып қорғайтын. Біз қазір қиын жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Мемлекет құру оңай шаруа емес, сондықтан айналайын, Алтынбек. Сен дұрыс әлі танып біле алмай жатсың Назарбаевты. Ол шын мәнінде мемлекет құруға, халыққа қызмет етуге жүрген адам емес. Енді қысқаша айтып тұрмын ғой мен. Талай ұзақ әңгімелер болған екі арада. Соның ақыр аяғында Алтынбек шын мәнінде көзі жетті. Көзі жетіп, өзіміз білеміз. 2003 жылы сол кездегі айтқан жас түріктер енді қазір аттары бәрі белгілі ғой. Ғалымжан Жақиянов, Мұхтар Әбіләзов, тағы басқалары мына КДТ-ны құрды ғой, ДВК дейміз ғой енді орысша. КДТ-ны құрып, өздерінің демократиялық Қазақстанды әрі қарай алып жүру жоспарын айтып шыққан кезде Назарбаев өзін көрсетті. Ал сол кезде мінекей жаңағы Рахат Әлиев, сосын Алтынбек мәселесінің осы жерде түйісетіні бар. Жаңағы орнына таласты ғой Назарбаевтың. Содан Назарбаев мына Алтынбектерге, ғалымжандарға, мұхтарларға айтты, мені құтқарыңдар мына Рахаттан деп. Сонда көмектесті олар. Көмектесіп аман алып қалды шын мәнінде Назарбаевты. Кейін Назарбаев не істеген білеміз. Ақыр аяғы жаңа олардың сондай демократиялықтармен шыққаны үшін, Қазақстанның болашағын ойлаған үшін, сол бағытта жұмыс істеуге халықты Назарбаев алды да, Ғалымжанды да, Мұхтарды да жалған айыптарменен соттатып түрмеге отырғызды ғой. Міне содан кейін жағдай ушыға түсті. Ол кезде егер мысалға орынды заңды талаптарға құлақ асып Назарбаев егер дұрыс адам болса, соған сәйкес тірек жасаса, бұл болмайтын еді. Ешкім түрмеге де отырмайтын еді. Қазақстанның да жағдайы басқа болатын еді. Ал ол керісінше тек өзінің тағын ойлап, тек қана өзінің жағдайын ойлап, сондай әрекетке барды. Одан берді белгілі. Иә, айтсын. Шылақтың скандалы, шекара қызметкерлерінің атып өлтірілуі кімге керек және кімге пайдалы? Бұл мәселеге мен әрине кесіп, ол осылай болды деп айта алмаймын. Ол өте күрделі мәселе, құпиясы көп нәрсе, қалай болған. Бірақ менің естігенім бір несі осыған байланысты мынау білетін адамдардың айтқан пікірлері, ол жерде мына Назарбаевтың айналасындағы дөкейлер бар ғой. Соның ішінде оның туған інісі Болат бар, тағы басқалар. Сондағы бір нелері, жағдайлары осыған әсер еткен деген. Сол нелер анау шекара заставасының тарапынан ашылып қалу мүмкін болды деген. Олардың бәлгі табиғатқа байланысты, аң-құсқа байланысты сонда, онда ана қорық болған, сонда жасаған заңсыз әрекеттер ашылып қалу мүмкін деп, соның ізін жасыру үшін жасаған қылмысы деп айтқанды мен оқығанмын, естігенмін. Мен мысалы өзім осыған сенем, өйткені бұлардан барлығы да шығады ондай. Өйткені пайда үшін, ақша үшін, билік үшін бұлар қандай да қылмысқа дайын адамдар ғой. Назарбаевтың өзінен бастап айналасы барлығы. Егер бұларда барлығы да елдің, халықтың қамын ойлап, мемлекеттің мүддесімен жұмыс істеген болса, еш уақытта ондай астыртын криминалдық жағдайлар болмас еді. Қазір көріп отырмыз ғой. Айналасының барлығы, оның қыздары,